Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін клубника в шоколаде жасап көрдім және рецептін сіздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші клубниканы салқын сода жуып аламыз. Клубниканы морозилкаға 20 минутқа салып қоямыз. Шоколадты ертіп аламыз, бокалымызды алып, шоколадты кондитерлік мешокқа немесе пакетке салып, водяной баняда ертетін боламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, 15 минутқа қалдырсақ, біздің шоколадымыз толыққанды еріп шығады. Тақтайға силиконовый коврикті төсеп, клубникаларымызға шпажканы салып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда ең алдымен жапырағын барлығын жинастырып, кейін барып шпажканы саламыз. Клубникамыздың жапырақтарын ұстап тұрып, шоколадқа барлық жеріне жететіндей батырып шығамыз. Клубника салқын болғандықтан шоколадымыз 2-3 секундта қатып үлгереді. Клубниканың бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Клубника в шоколадеміз дайын болды. Дәмі деген өте керемет, жұмсақ, тәтті болды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видеом ұнап жатса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.